Маған қанша қалды? Сергей Андреевич өте біртүрлі адам болатын, және де ол астрологиямен айналысты. Оның сүйіктісі астрология болып кетті, және де ол астрология туралы, болжау туралы кітаптар оқыды. Оған бұл тақырып өте қызық болды. Ол туралы көп кітап алатын және оқитын. Ал қазір ол көріп тұрғандарыңыздай асығып бара жатыр. Ол өзінің қашан өлетінін және қашан өлімін кездестіретінін білгісі келді. Қалай білгісі келді дейсіздер ғой. Ол мыстанға бара жатты, яғни болжаушы әйелге. Ол әйелдің айтқаны барлығы дұрыс болатын, және де ол өз үйінде болжайтын. Оның үйі үйдеуге келмейді, ол қаланың сыртында, және де ол жаққа ешқандай такси бармайтын. Сол үшін жаяу жүру керек болды. Сергей Андреевич бір машинаның оған келе жатқанын байқамай қалды. Және де оның жол болған соншалық жаяу жүру жолында жасыл жарық жанды, және де ол сол жерге келе жатты. Және ол келді, есікті қағайын деп жатқан кезде есік өзінен өзі ашылды. Оны ол әйел ашты және кір дегендей болды. Және де ол келе жатқан кезде мында деді. Ол жақта жалғыз жарық ашық тұрды және соңғы бөлме. Ол әйел оған біртүрлі қарап отты, яғни Сергей Андреевичке, және де біртүрлі көзқараспен отты. Мен сенің қашан келетініңді күткенмін, және не үшін келгенімді білемін. Мен өзімнің қашан өлімімді кездесетінін білгім келді. Сенің өлімін бүгін. Бүгін? Бұл не сонда? Әзілме бүгін. Бұл не білдіреді? Бүгін. Сонда бұл не? Және де ол қарап отты. 20 минут бұрын. Бүгін. Сергей Андреевич қатып қалды және ойланып тұрды. Және де оған бір картина елестеді. Оны 20 минут бұрын машина қағып кеткен болатын. Және де 20 минут бұрын Сергей Андреевич өзінің өмірімен қоштасты. Міне, ол осы үшін қайтыс болды.